Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Класс KZ порталына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен бірге 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен сабақтарымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ мен не үйрендім? Сәулет өнері тарау бойынша үйренгендеріміздің барлығын есімізге түсіріп, бүгін тест сұрақтарына жауап беретін боламыз. Сонымен оқушылар, бірінші сұрақ: сөйлем құрылымына тән дұрыс нұсқаны көрсет. Екінші сұрақ: сөйлем құрамында нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздер не деп аталады? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Бірінші сұрақтың жауабы: сөйлем құрылымына тән дұрыс нұсқа сөздер мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болады екен. Яғни оқушылар, сөйлем құрамындағы сөздер мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болады екен. Екінші сұрақтың жауабы: сөйлем құрамында нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздер сөйлем мүшелері деп аталады. Жарайсыңдар оқушылар, тест сұрақтарына дұрыс жауап беріңдер деген ойдамын. Олай болса, келесі сұрақтарға назар салыңдар. Үшінші сұрақ: сөйлем мүшелері нешеге бөлінеді? Төртінші сұрақ: қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөйлем мүшесін анықта. Кәнеки оқушылар, алдында өткен ережелерді еске түсіріп, сұрақтарға дұрыс жауап беруге тырысайық. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Сөйлем мүшелері екіге бөлінеді екен: тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер болып. Төртінші сұрақтың жауабы: қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөйлем мүшесін бастауыш деп атайды екенбіз оқушылар. Жарайсыңдар, бұл сұрақтарға да дұрыс жауап беріңдер деген ойдамын. Олай болса, келесі сұрақтарға назар салайық. Бесінші сұрақ: бастауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Алтыншы сұрақ: Дана кітапты оқып отыр сөйлеміндегі бастауышты көрсетіңдер. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Бастауыштың сұрақтары кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға бастауыш жауап береді екен. Дана кітапты оқып отыр сөйлемінде Дана сөзі бізде бастауыш екен. Кәнеки, оның бастауыш екендігін дәлелдейік. Кім кітапты оқып отыр? Дана кітапты оқып отыр. Дана сөзі бастауыштың кім деген сұрағына жауап беріп тұр екен. Жарайсыңдар, бұл сұрақтарға да дұрыс жауап бере алдыңдар деген ойдамын. Олай болса, келесі сұрақтарға назар салыңдар. Жетінші сұрақ: бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөйлем мүшесін анықта. Сегізінші сұрақ: баяндауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Сұрақтарға жауап беріп болса, онда тексерейік. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөйлем мүшесін баяндауыш деп атайды екенбіз оқушылар. Сегізінші сұрақтың жауабы: баяндауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Баяндауыш не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Жарайсыңдар оқушылар, ережені еске түсіріп, бұл сұрақтарға да дұрыс жауап бере алдыңдар деген ойдамын. Олай болса, келесі сұрақтарға назар салайық. Тоғызыншы сұрақ: Жансұлу үйді тазалады сөйлеміндегі баяндауышты көрсет. Жаңағы айтып өткен баяндауыштың сұрақтарын естеріңе салыңдар. 10-шы сұрақ: бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалса, бастауыштан кейін қандай тыныс белгі қойылады? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Жансұлу үйді тазалады сөйлеміндегі баяндауыш тазалады екен. Кәнеки, бұл сөздің баяндауыш екендігін дәлелдейік. Жансұлу үйді тазалады. Жансұлу не істеді? Тазалады. Яғни оқушылар тазалады сөзі баяндауыштың не істеді деген сұрағына жауап беріп тұр екен. Бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады екен оқушылар. Бұл ережені де естеріңе түсіріп алдыңдар деген ойдамын. Жарайсыңдар оқушылар.
Олай болса, келесі сұрақтарға назар салайық. 11-ші сұрақ. Төмендегі нұсқалардың қайсысы тұрлаулы мүшелерге жатады? 12-ші сұрақ. Жарғанаттар түнде ұшады сөйлемінде асты сызылған сөз сөйлем мүшелерінің қайсысына жатады және қандай сұраққа жауап береді? Бұл жерде асты сызылып тұрған сөз түнде сөз екен. Кәнеке оқушылар, ережелерді еске түсіріп, сұрақтарға дұрыс жауап беруге тырысыңдар. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Төмендегі нұсқалардың қайсысы тұрлаулы мүшелерге жатады? Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады екен оқушылар. Жарғанаттар түнде ұшады сөйлемінде асты сызылған сөз түнде сөзі екен. Түнде сөзіне сұрақ қойып көрейік. Жарғанаттар қашан ұшады? Түнде ұшады. Бұл бізде пысықтауыш екен оқушылар. Жарайсыңдар. Бұл сұрақтарға да дұрыс жауап бере алдыңдар деген ойдамын. Олай болса, келесі сұрақтарға назар салыңдар. 13-ші сұрақ. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелері не деп аталады? 14-ші сұрақ. Төмендегі нұсқалардың қайсысы тұрлаусыз мүшелерге жатады? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелері тұрлаусыз деп аталады екен. Төмендегі нұсқалардың қайсысы тұрлаусыз мүшелерге жатады? Тұрлаусыз мүшелерге пысықтауыш, толықтауыш, анықтауыш жатады екен оқушылар. Жарайсыңдар, ережелерді еске түсіріп, бұл сұрақтарға өте дұрыс жауап беріңдер деген ойдамын. Олай болса, келесі 15-ші сұраққа назар салайық. Жай сөйлем нешеге бөлінеді? Оларды ата. 16-шы сұрақ. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлем не деп аталады? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Жай сөйлем екіге бөлінеді екен. Жалаң және жайылма болып. 16-шы сұрақ. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем деп атайды екенбіз. Жарайсыңдар, бұл ереже сендердің естеріңе түсті деген ойдамын. Олай болса, келесі сұрақтарға назар салайық. 17-ші сұрақ. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері бар сөйлем не деп аталады оқушылар? 18-ші сұрақ. Әкем үлкен көлік сатып алды сөйлемінде асты сызылған сөз сөйлем мүшелерінің қайсысына жатады және қандай сұраққа жауап береді? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері бар сөйлем жайылма сөйлем деп аталады екен оқушылар. Тек тұрлаулы мүшелерден ғана тұрса, ол жалаң сөйлем деп аталатын алдыңғы сұрақтан білдік. 18-ші сұрақтың жауабы. Әкем үлкен көлік сатып алды сөйлеміндегі үлкен сөзі бізге берілген екен. Әкем қандай көлік сатып алды? Әкем үлкен көлік сатып алды. Қандай сұрағы бізде анықтауыштың сұрағы екен. Сонда оқушылар үлкен сөзі бізде анықтауыш болып, қандай сұрағына жауап беріп тұр екен. Жарайсыңдар оқушылар, барлық сұрақтарға дұрыс жауап бере алдыңдар деген ойдамын. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады деген үміттемін. Келесі сабақта жүздескенше, Класс Кз порталымен бірге білім шыңына бірге шығайық.